1986 жылғы Алматыдағы толқулар Өскеменге де жетті. Ал енді басшыны сіздер сайласаңыздар, халықтың қолдауымен сайлауларыңыз керек қой. Сіз халықтың қолдауысыз халықпен ақылдаспайсыз. Сәбира да сол қозғалысты қолдағандардың қатарында болды. Алайда сол кездегі қысым мен саяси қуғын әділдікке сенген жас қыз үшін бұл өте ауыр соққы болды. 1986 жылы Сәбира күмәнді жағдайда қаза болды. Оның өлімі желтоқсан оқиғасының ең ауыр, ең жұмбақ беттерінің біріне айналды. 1990 жылы Сәбира Мұхамеджанова ресми түрде толық ақталды. Өскемен қаласында Сәбира Мұхамеджанова атындағы көше бар. Сәбира оқыған Өскемен педагогикалық училищесіне есімі берілген. Және туған жері Тарбағатай ауданы Ақмектеп ауылының мектебі Сәбира Мұхамеджанова атында. Оның есімі ақталып қана қоймай, тәуелсіздік үшін күрескен жас рухтың символына айналды.